Егер медовикті бір рет осылай жасасаңыз, дүкеннен енді ешқашан торт алмайтын боласыз. Бүгін мен сізге өте жұмсақ, ауызда еріп кететін нағыз үй медовигін көрсететін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіз. Осындай темір ыдыс алып, сары май, қант және балымызды салып, жақсылап араластыра отырып ерітетін боламыз. Бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Барлығы ерігеннен кейін біз ас содасын қосып тағы да араластыратын боламыз. Осы кезде біздің осы қоспамыз реакцияға еніп, 2 есе болып көтерілетін болады. Сонда да араластыруларыңызды тоқтатпаңыздар. Араластырғаннан кейін осындай түске, қоңырқай түске енетін болады. Маған осындай түсі ұнап тұр. Енді осыдан ары қарай тағы да жұмыс жасайтын боламыз. Бөлек ыдысымызға жұмыртқаны жақсылап миксермен араластыра отырып, жаңағы қоспаны аз-аздан бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салсаңыздар, жұмыртқамыз пісіп кетеді. Мінекей видеода қап-қара болғанымен, өмірде әдемі, қоңырқай әдемі түс болып тұр. Енді ұнды сала отырып, біркелкі қылып араластыратын боламыз. Басында осындай шанышқының жәрдемімен, ары қарай қолымыздың жәрдемімен қамырды біркелкі қылып араластыратын боламыз. Миксерге салсаңыздар, бұл қатты сұйық емес, тығыздау болғандықтан миксеріңіз қатып қалады. Одан кейін бір ас қасықтай разрыхлитель салып жіберсеңіздер, өте керемет болады. Осындай қоймалжың масса пайда болады бізде. 3 бөлікке бөліп, пергаментке салып, осылай біркелкі қылып жая отырып, қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Енді біз кремін жасайтын боламыз. Крем үшін бізге қант және ұн мен кукурузный крахмалды араластыра отырып, үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осында бізге темір ыдыс қажет. Және де сүтімізді салып, жақсылап тағы да араластыра отырып, пісіріп алатын боламыз. Мінекей жақсылап миксерлеп болғанымыздан кейін мен үйдің жұмыртқасын пайдаландым. 2 жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Ары қарай міндетті түрде венчиктің жәрдемімен араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Себебі бұл крем асты тез қатып қалуы мүмкін, яғни күйіп кетуі мүмкін. Мінекей жақсылап осылай араластырып қарап отырғаннан кейін осындай кішкене қоймалжыңдау масса пайда болады. Алғашқы осындай шариктер пайда болғаннан кейін біздің бұл креміміз дайын деген сөз. Оны оттан алып, бетін жауып суытатын боламыз бөлме температурасында. Мінекей осындай қоймалжың өте керемет крем пайда болды. Жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Арасында түйіршік, іртік болып қалмауы керек. Енді кремнің суыйым дегенше біз корждардың барлығын шет-шеттерін кесіп біркелкі қылып алатын боламыз. Мінекей менде осындай өте жұмсақ керемет корж пайда болды. Осындай сіздерде ыдыс болатын болса, қалып болатын болса, соның жәрдемімен немесе көзбен барлық жан-жақтарындағы артық жерлерін барын алып тастап, тік төртбұрышты торт қылып жасасаңыздар болады. Мінекей менде осындай корж пайда болды, өте керемет болды, жұмсақ, пропитканы да қажет етпейді. Жан-жағындағы артық осындай корждардың барлығын блендерге салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Егер блендер болмайтын болса, оқтауымның жәрдемімен ақ араластырып ессеңіздер болады. Мінекей осындай өте керемет корждар, ұнтақтар пайда болды. Енді жаңағы креміміз суыды, үстіне осылай сары майды салып, жақсылап іртігін қалдырмай біркелкі қылып араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін осылай подложканың үстіне кремімізді салып, крем корж қылып жинайтын боламыз. Арасына осылай шұқығыштың жәрдемімен тесіп алсаңыздар, арасына кремі жақсы сіңетін болады. Кремді міндетті түрде 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Барлығын осылай жеткізіп, біркелкі қылып салып жайып шығатын боламыз. Айтпақшы қыздар, менің арнам өте пайдалы. Кірсең шыға алмайсың, міндетті түрде маған қолдау көрсетіп, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Және қасындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Менің рецептімді алғашқылардың бірі болып тамашалайтын боласыз. Кремді осылай барлығын біркелкі қылып жайып болғаннан соң, соңғы 3-ші коржымызды қойып, қалған кремді бетіне жағатын боламыз. Сонымен қатар бір түнге холодильникке қойсаңыздар, өте керемет болып, арасына кремі сіңіп, корждар өте жұмсақ болып пісетін болады. Бұл қонақ келгенде өте берекелі пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасаңыздар, берекелі торттардың бірі. Бетіне осылай қалған жаңағы ұнтақтарымызды сеуіп, жан-жағын осылай кесіп алатын боламыз. Мінекей менде бір түн тұрды.
тортым өте жұмсақ, керемет болды. Жан-жақтарына да осылай жаңағы езген ұнтақтарымды септім. Міндетті түрде жасаңыздар қыздар. Қараңызшы, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Менің арнам пайдалы. Тамашалағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз. Соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Мадина. Қазақша контентті қолдап кетейік.